Assalamualaikum benim görermenlerim. Meni қолдап өздеріңдің пікірлеріңді білдіріп жатқандарың үшін мың алғыс бәріңе де. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Құдайым бақ береке әрісіне несібе берсін. Ал енді бүгінгі тыңдайтын әндеріңіз аға мен жеңгені аңсау дейді. Оны Қызылорда қаласында тұратын Әділхан Қуанбаев ініміз орындайды. Енді мұны өлеңнің қысқаша мазмұны осы ағамыз бен жеңгем біздерді жетім қалған кезде өздері көп балалы болса да біздерді далаға тастамай өздерінің бауырына басып біздерді осы күнге жеткізді. Соларға ризашылығымды білдіріп, соған арнап жазған өлеңім еді. Ал соны қабыл алыңыздар. Тыңдағаннан кейін өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре жатарсыздар. Ағам менен жеңгемді аңсау. Өлеңнің авторы Кете Әбдірейім Сәрсенбаев. Орындайтын Әділхан Қуанбаев. Жасымыздан айырылдық біз анадан, шағымызда ой қолқабысқа жараған. Әкемізде кетті келмес сапарға, 12 жыл өткеннен соң арадан. Анашымыз қайрат деді нар тұлға, біз аңырап қала бердік артында. Аға жеңгем бауырына басқан мен, анан ойлап өксік келер алқымға. Аға жеңгем жандары еді саналы, өздері де болды ғой көп балалы. 2 ұл менен 2 қызды қосып ап, бәрімізге баласындай қарады. Арқасында жеңгем менен көкенің, білмей өстік жетімдіктің некенін. Есейген соң кейін білдік көкеммен, әкеміз бір шеше бөлек екенін. Бәрімізді үйлендірді, үй қылды, тойын жасап құда күтіп сый қылды. Ағамыздың батасымен бұл күні шөберелер сүйіп жүрмей сүйкімді. Алла разы болсын дейміз оларға, жоқтаған мен орындары толар ма? Ұрпақтарым тәлім алса осыдан, жаман болмас ұқсап өсей соларға.